кетті. Кеттік жүріңдер. Тақсаңыз сурет. Біз бүгін кітапханаға барамыз. Қалайсыздар? Бүгін Бәйдібекті өмірінде бірінші рет кітапханаға апарып көрсетейін деп тұрмын. Кеттік, бірге барайық. Нетіміз. Өзіне суын алып келе жатырмыз. Біздің үйімізге остановка алыс па, жақын ба, Бәйдібек? Жақын. Жүр, жақын болса кеттік остановкаға. Жақын білмеймін. Екеумізде бүгін лук. Джинсовый, я, балам? Екеумізде джинсовый киініп алыппыз. Бірақ Бәйдібектің бетінде қара джинсы. Баламыз екеуміз кеттік. Жантөрешка садикте. Ол мына влогты көрсе жылайтын болды. Мен апармай, өздерін ғана барып деп. Ят болды? Енді дайындалмайсың да. Ужасно ыстық қой көше деген. Күн деген ыстық көше дептім ғой. Мынау біздің саялы. Қазір главный көшеге шығамыз, который автобус жүретін жаққа. Ой-бай, міне. Главный көшеге шығамыз. Неудобно? Неге? А? Біз мынандай дауыс шығады, мынандай дауыс шығады. Неше түрлі дауыстар шыға ма? Еще сасы бекен. Бір үлкен атамен апа кіріп отырды. Чеснок жеген ғой дейді. Чесноктың иісі деген. Бүкіл автобусты алған ғой. Сасық деп. Алып алдық. Қарны ашса жейді деп. Кітапханадамыз. На бала бар. Кітап алып келемін деп кеткен ғой. Сөйтсе, қайсы көрсетші, қандай кітап алып келдің? Ұлттық рух және ақпараттық кеңістік деген кітап алып келді. Оқисың бе соны? Үйге алып отырайын.
қалай өтті? Ұнады ма? Иә. Күшті болды. Мамам жұмыс істеп отырғанда үй тапсырмасын жазып тастадым. Қызық болды. Ұнады. Сосын? Не істедің дағы? Кітаптар көрдім. Аха. Сосын? Қандай кітап қарадың? Жануар бар. Ана мынау заттарды алдырып алды. Енді чипсы жеп отыр. Кітапханаға серуеніміз бітті деп па. Мен бір жұмыстарыммен келіп едім. Толық бітпей қалды өзім. Бәйдібексіз бір күн тағы келуім керек болды. Бәйдібек. Бәйдібек бері қараш. Бәйдібек, видеоға қараш. Жүр әкең келе жатыр. Папасы алып кетемін дейді. Сонымен жолдың шетіне шығып тұрайын деп жатырмыз, иә? Жетейін деп жатырмыз ба? Су. Папасы алып кетті. Жанторешка садиктен шығыпты. Садик қалай болды? А? Қаратайға келдік. Маваши дейді. Екеуі кетті тренировкаға. Балалардың тренировкасына қатысқанына екеуіне. Ипподан бургерлер алып қойдық. Қазір енді шыққан соң береміз. Екеуі күтіп тұрмыз. Надо бить, но не толкаем. И быстрее, снизу, да. Садитесь по местам, можно работать. Так, ребята, все. На сегодня тренировка закончена. Никого задерживать не буду. Ос! Домой! Медалін көрсетші. Ай, грамотасы бар. Жанторешка, ну-ка покажи, көрсетші. Мәссаған. Күшті. Кеттік жүріңдер. Екеуі грамот алдық. Енді келесі жаттығуды асыға күтеміз. Пробный сабаққа қатысқан балаларға осындай грамотамен медаль береді екен. Бұл да бір менің түрі ғой, иә? Мотивациядан кейін не? Маркетингтің түрі ғой бұл да.